Абай облысы, Семей қаласы, Айналайын шағын орталығының тәрбиешісі Телектесова Дария Асқарқызы. Еңбек өтілім 8 жыл. Санатым педагог-модератор. 2021 жылдың үздік тәрбиеші қалалық байқауының 3 орын жеңімпазымын. Сәбидеп соғады нәзік жүрегім, түсіне білем баланың тәтті тілегін, ел ертеңі өскелең ұрпақ балада, сол ұрпаққа тәрбие берудемін. Осы күнге дейін қанша жыл өтсе арада, сонша жыл тыным таппай келудемін. Тәрбиешімін, жұмыскер жай адаммын, жас өренге мейірі бай адаммын. Балаға мен әрқашан саяжаймын, асылымды бойда бар аямаймын. Бәрі дағы балаға балдырғанға, үлгі тұтып соңыма ерген үшін. Балалар біздің болашағымыз, егемен еліміздің ертеңі. Осы келешек ұрпақтың ойы озық, білімі терең, тәлім-тәрбиесі жоғары болу үшін мемлекетіміз ерекше көңіл бөлуде. Балабақшадағы тәрбие барлық тәрбиенің бастамасы. Тәрбиеші балаларды адам мәдениетінің әлеміне, күрделі және алуан түрлі қарым-қатынастардың әлеміне ертетін үлкендердің бірі. Балабақша есігін ашқанымда бақытты балалық шақ әлеміне түскенімді түсіндім. Әр мамандықтың өз қиындығы, өз қызығы бар. Тәрбиешінің жұмысы күрделі де, қызықты да. Балаларды ана тілінде әдемі сөйлету, олардың ой сезімдерін анық, еркін, көркем жеткізе алуға баулу, танымдық қабілеттерін дамыту тәрбиешінің мақсаттарының бірі деп есептеймін. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. Мен күнделікті жұмысымды балабақшаға тобымның балалары топқа кірген сәттен бастап әр балаға өз мейірімімді төгіп, күнде жылы құшағыма басып, жақсы көретінімді айтудан бастаймын. Мамандығым мені жан-жақты болуға жетеледі. Ән салып, өлең оқып, сурет салып, түрлі кейіпкер рөлдерінде ойнаудың қыр-сырларын үйретті. Мен өз мамандығыммен мақтанамын.